Базиля Түспек қызы, Сырлы қаба, Сұлу марқа. Бірінші тарау, екінші бөлім. Нағашы атамның өмірінен. Шешемнің әкесінің өмірі осы көлмен тығыз байланысты болыпты. Өзінің өмірі туралы анама көптеген әңгімелер айтқан. Жастық пен анамыз бірін тыңдаса, көбіне мәнді бермеген. Бертін өзі талай жасқа келгенде, әкесінің айтқан әңгімелерін ой толғаудан өткізіп, кезінде дұрыстап көңіл бөлмегеніне қатты өкініпті. Марқа көлі теңіз деңгейінен талай биіктікте орналасқан. Сондықтан болар, кезінде мұндай биіктерде ел жайламапты. Тау етегіндегі жерлер де жеткілікті болған болуы керек. Бірінші тау үстіне Алтайдан өткен Ұранхай тайпасы қоныстаныпты. Тырнақ шаштарын алып, жуынуды да білмеген. Бертін тырнақ шаштарын алмай жүрген өз азаматтарымызға Ұранхай болып кеткенсің бе, деген осыдан қалған болуы керек. Бірінші қоныстанған адамдар келгенде, қазіргі көлдің орнында жайқалған қалың шөп болыпты. Жазық бойы жай шөп емес, неше түрлі өрнек суреттерге толы болған. Өрнектердің түрлері қоныс тепкен адамдардың киімдерінен де кездескен. Табиғат ортасында өмір сүрген адамдар қажеттіліктің бәрін сол ортадан алады ғой. Ауып келген бір тайпа адамдар күндерін көріп, тау үстінде тұра берген. Өзінің бойында бір өзгерістердің барын сезеді. Қайдан білетініне өзі де бейхабар. Басқа ұлттардың тілдерін ұғып жаза білген. Шекарада Қытайлармен кездесу кездерінде біздің елшілердің жанында тілмаш болған. Араб тілін білетінін Құраннан білген. Жақсы аударып, түсініп оқыған. Кейіннен тың көтеру кезінде ауылға Беларусь, Украин, тағы басқа көптеген ұлт өкілдері келгенде оңай сөйлесіп, тіл табыса білген. Табиғаттың да көптеген сырлары мәлім болған. 4 маусымда қандай қатерлер бар, күні бұрын айтып сақтандырып отырған. Осы кісінің арқасында өздері де, малдары да талай апаттардан аман қалған. Бұл жағдайлар туралы атамыздың жанында балалық шағы өткен, көпті көрген ауылымыздың ақсақалы Дәнелбек Омарұлынан талай естігенмін. Атамыз ағаштан домбыра жасап, өз бетімен күрлі күйлерді салатын болған. Атқа мініп үнемі дала кезетін, тоғайдағы құстардың сайрауын, желдің соққан ысқырығын, жапырақтың сылдыры, сулардың сарқырағанын тыңдап, ләззаттанып жүрген көрінеді. Ұнаған әуендерін домбыраға салып, ән шығарады. Әуендерге арнап араб тілінде жырлар жазған. Талай сырлы дүниелер жазған болар. Анамыз жазбаларын Құран кітаптарымен бірге сандықта сақтаған. Сонынан мүмкін сен іске жаратарсың, не жазғанын білерсің деп әкесінің жиеніне беріпті. Әкесі ол дүниеге аттанған соң талай жылдар өтеді. Өзі де орта жастан асып, кәрілік таяғанда әкесінің айтқан сөздері есіне түседі. Тапсырып берген аманаты жоқ болып шығады. Құранды ешкім жыртпайды, Құран жазылған қағаздар деп сақтаулары мүмкін, деуші еді анамыз. 9 қырлы бір сырлы азамат болған десем артық емес. Жүйрік аттарын өзі баптап, өзі шапқан. Жігіт кезінде қазіргі цирктерде көрсететін ойындардың бәрін ат үстінде жасаған. Аттың үстінде тік тұрып та шаба берген, ердің үстінде шпагатқа отырған, домаланып жерге түсіп, аттың астынан айналап өтіп,
ер үстіне қайта қонған. Халық таң қалып жағаларын ұстайтын көрінеді. Өне бойы толған өнер. Не ойласа, ойлары іске асып отырған. Сұңқар бойлы, шымыр денелі, өткір көзді, қыр мұрынды жігіт сұлтаны болған. Бола тұра, қиылған сұлу бикештерге көңіл бөлмепті. Байлықтың арасында жүріп, дүние мал да жинамапты. Барлық қаражаттарын аттарын баптағанға жұмсаған. Тамақ тоқ, сәнімен киініп, нөкерлерін ертіп, серілік құрған. Осындай таңқарлықтай қызықты өмірі 40-қа толғанда кілт өзгеріпті. Үлкен бір сайысқа дайындаған аттарын айлап жаратып, киімдерін тіккізген. Атын үклеп, жанында достары мен ат қосшылары жолға шығады. Барлығына қатты мән беретін сері сал жігіт қой. Басқа ауылға келіп, демдерін алысып, ертеңінде сайысқа түседі. Бұрынғыдай шауып келе жатады. Аттың басының тұсынан көзіне қызыл-жасыл ұсақ-ұсақ шарлар көріне бастайды. Құлағына дауыс келгендей: «Бітімбай, сен 40-қа толдың, енді боссың» деген. Шауып келіп аттан түскен соң, өне бойы жұмсап қалғандай сезім пайда болады. Байқамаған бикештерге де көзі түседі. Түнімен қыз-келіншектермен айтысып, талайының орамалдарын алады. Атқа мініп шабуға да ынтасы болмай тұрғанын сезеді. 40 деген жігітке орта жас қой, соңғы шапқаным болсыншы деп сайысқа тағы түседі. Шауып келе жатып, атты сүрінген. Не болғанын өзі де білмейді. Аттан құлап түскен, есін жиғанда жағдайы қандай күйде екенін бірақ білген. Атамыз 40 жасында осылай бүкір болып алыпты. Өлер шағында көргенімнің барлығы түгел рас. Сенсен де сенбесен де менің өміріме сол көлде көргенімнің әсері тиді деп ағынан жарылыпты. Қанша уақыттан соң тіршілігі бітетінін де біліп жатқан. Көлдегі қара тесік ерім саған өтірік, маған шын. Екі дүниені жалғайды. 7 қабат жердің асты мен 7 қабат аспанның үстін. Ойында жүрсін, балаларына да айт, олар да білсін депті. Ал бертін келе естісем, көлдің қарама қарсы шетінде Гаряев атты орыс шалы өмір сүріпті. Ол кісінің айтуынша, көлдің үстінде жалғыз қара нүкте ерім емес, 2 нүктені біледі екен. Тарелкалар тоқтап, керек кездерінде энергия алып тұрады деген. Ертегідей болғанымен, менің өзімнің жастық шағымда көлде талай-талай оқиғалар болды. Қас қарайса, оттарын жағып, айналасына жайғасқан. Жіңішкелеп кептірген шөптерді отырған жерлерінде үлкені де, кішісі де тартқан. Тарта-тарта мажаурап, тәтті ұйқыға бататын көрінеді. Өмірлері осылайша өтіп жатқан. Уақыт жылжыған сайын, тау үстіне көптеп кісілер келіп, қоныс тебе бастаған. Малдың саны көбейген сайын, жазықтағы өрнектер де тапталып жоғала бастайды. Бір күні түнде аспаннан жарық дөңгелек келіп, өрнегі бар жазықтың үстінде біраз қалықтап тұрады. Дөңгелектің тура ортасынан көк сәуле жерге түседі. Жан-жағына әртүрлі ұсақ түрлі оттар шашылыпты. Тамашалап тұрған кездерінде қалай пайда болған, солай жоғалып кеткен. Бұл туралы айтқанда ешбір адам сенбепті. Түтінмен уланып жүрген ұранқайлардың көздеріне көрінген елес шығар дескен. Ертеңінде тайпа түгел қоныс ауыстырып, көшіп кетіпті. Жердің тәңірі бізді қабылдамады деген. Сәуле түскен орнында марқа қозы табылып, жердің астынан мөлдір су тамшылап шыққан. Қозыны алған аңшылар кейіннен Марқакөл деп атапты.
Кішкентай шалшық келе-келе осылай көлге айналған. Көлге кішкентай бұлақтар құяды да, Қалжыр өзені ағып шығады. Қалжыр ертіске қосылса, ертіс Ресейдің үлкен өзендерінің бірі Обьқа барып құяды. Ұлы атамыз табиғатқа жақын, өте саяхатшы кісі болыпты. Естіген, білгендерін әңгімелеп, айтып қана қоймай, тыңдай да білген. Көлдің оқиғасы атамыздың да құлағына шалыныпты. Жас жігіт үнемі көл жағалай жүрген, шын болса өмірімде бір кездесетін шығар деген үмітпен. Алайда көп жылдар өтеді, бәрі аңыз өтірік болып шыққаны ма? Түніліп, тал түсте көлге қарап отырып, көл бетіндегі өзгерістерді байқайды. Сол мезетте көлі қайсы, аспаны қайсы екенін білмейтін жағдайға душар болыпты. Көлдің бетінде сондай тыныштық орнап, жарқыраған көл бетінде ақша бұлттар жүзіп жүрген. Жер мен көк бірігіп кеткендей болып көрінеді көзіне. Есінен айрылғандай таң қалып тұрған. Көргеннің бәрін, көрген түстей қалай жоғалып кеткенін сезбепті. Сәуле түскен орнында қап-қара иірім айланып тұрған. Аздан соң ол да ғайып болған. Сөйтіп, естіген әңгімесінің жаны бар екенін ұғады. Молдалардан сұрасам, жын шайтанмен шатысы бар демесіне кім кепіл? Елдің алдында абыройымнан айырыламын ба, тірі жанға тіс жармапты.